Кайрат Ақтөбе матчына бірге жиналайық. Кайрат футбол командасының түсі сары және қара болғандықтан менде қара джинсы мен қара түсті лонгслив. Осылай болды, бірақ біз әлі образымызда шеки бұйымдармен және Кайраттың шарфымен толықтырамыз. Бұл білезікті мен өз қолыммен жасадым. Көріп тұрғандарыңыздай мұнда қазақи ою және Кайраттың белгісі сары қара түсті моншақтар. Бұл да өз қолыммен жасаған Қостұмар атты дүкенімнің сырғасы. Ал екінші қолыма осындай қазақша сақина тағамыз. Алматының түнін. Және әрине үстімізге міндетті түрде қара түсті күртеше киеміз. Және ең бастысы Кайраттың шарфы. Сыма бас киім кимеймін, себебі Алматыда күн өте жылы. Егер суық болып кеткен жағдайда мені жылытатын Кайраттың шарфы бар. Ал аяғыма осы кроссовкиді киемін. Айтпақшы, Кайратқа қолдауымның бір бөлігі ретінде телефонымның чехолына Анарбековтың суретін қыстырып қойдым. Өз алаңымызда өтетін Ақтөбеге қарсы матчта Кайрат Ақтөбе футбол командасын ойсыратып тұрып жеңіске жетеді деген сенімдемін. Мен Кайратқа сенемін, мен Кайратпен мәңгі біргемін. Сары қаралар, алға!